Номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтік колледжінің 41 топ білім алушысы Мұсахан Іңкәр. Мектептегі байқау практикасы. Практика жетекшісі Құсманова Гүлдана Біләлханқызы. Мен қазақ әдебиеті пәні бойынша 7 сыныпқа бөлім бойынша жиынтық бағалауды жүргіземін. Мен сіздермен құрметті 7 сынып оқушылары. Бүгін біз қазақ әдебиеті пәнінен балалар мен үлкендер бөлімі бойынша жиынтық бағалауды өткіземіз. Оқылған шығармалар: Қасым Қайсенов «Жау тылындағы бала» хикаяты, Сансызбай Сарғасқаевтың «Тәмпіш қарай» хикаяты. Осы жиынтық бағалауға қойылатын оқу мақсаттары: шығармадағы оқиға желісін өзіндік көзқарас тұрғысынан дамытып жазу, көркем шығармадағы кейіпкер бейнесін ашып, үзінділерді жатқа айту. Бағалау критерийі: оқиға желісін дамытып жазады, өзіндік көзқарасын білдіреді, кейіпкер бейнесін ашады, көркем шығарма үзіндісін жатқа айтады. Тапсырмаларды орындауға берілетін уақыт 15-20 минут. Бірінші тапсырма: жау тылындағы балалардың тапсырманы орындаудағы бір сәтін өз көзқарасыңызбен дамытып жазыңыз. Серік пен Бористің бойынан қандай қасиеттер байқалды? Екінші тапсырма: Тәмпіш қарай шығармасындағы ауыл тұрмысы, балалар бейнесі бойынша төмендегі сұраққа жауап беріңіз. Шығармадағы адамгершілік, шыншылдық, қайырымдылық, достық сияқты қасиеттер қалай көрінеді? Жиынтық бағалауды орындаған кезде міндетті түрде дескрипторларға сүйеніңіздер. Бірінші тапсырма бойынша: жау тылындағы балалардың тапсырманы орындаудағы бір сәтін өз көзқарасымен дамытып жазады. 1 балл. Шығармадағы оқиға желісін интерпретациялайды. Оған 1 балл. Серік пен Бористің бойынан байқалған қасиеттерге өз көзқарасын білдіреді. 1 балл. Екінші тапсырма бойынша: кейіпкерлер бейнесін сомдайды. 1 балл. Сұраққа жауап береді. Шығарма үзінділерін жатқа айтады. Жатқа айтудағы дауыс ырғағын сақтайды. Бұлардың әрқайсысына 1-1 балдан беріледі. Барлық балл саны 7.